Армысыздар. Эфирде IT жаңалықтары. Студияда мен Үсен Астанақұл және менің әріптесім Ақбота Қазбек. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Хатуда журналист Көк тудың желбіреген әнінің авторы Алмас Ахметбекпен кездесу өтті. Академиялық ұтқырлықпен шет мемлекетте қалай білім алуға болады? Қазақстан халқына қорымен грант иеленген Хату студенті кім? Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне биыл 31 жыл толады. Атаулы күнге орай Хатудың медиакоммуникация және Қазақстан тарихы кафедрасы тәлімгерлерінің ұйымдастыруымен Көк тудың желбіреген әнінің авторы ақын Алмас Ахметбек келді. Кездесу кешінен тілшіміз Аружан Апсаттар сюжет дайындаған еді. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Мемлекетіміздің екінші әнұранына айналған бұл ән қиырда жүрген қандастардың елге оралуына себеп болды. Патриоттық рухты көтерген әннің авторы ақын Алмас Ахметбек жақында университетімізде қонақ болып қайтқан еді. Республика күніне орай ұйымдастырылған шарада студенттер Алмас Ахметбектің шығармашылығымен танысып, қойған сауалдарына жауап алды. Алмас Ахметбек 80-ші жылдардағы қазақ поэзиясының дамуына үлес қосқан ақын, журналист. 1961 жылы Қытай Халық Республикасының Тарбағатай аймағында дүниеге келген. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін туған жерге оралады. Шекарада желбіреп тұрған ту, елге сағыныш пен махаббат Көк тудың желбірегені әнінің дүниеге келуіне ықпал еткен. Шығармалардың басым бөлігі адамдарға патриоттық рух беріп, отанға сүйіспеншілігін арттырады. Ол бұрыннан бар нәрсе. Қазақ тарихында батырлық жыр деген бар. Батырлық жыр деген сөз ол елді жерді қорғау жыры. Отанды қорғау жыры. Қазақтың дәстүрінде бар. Сондықтан ол жаңадан айланған жоқ. Бұрыннан қазақ патриот халық және бүкіл қазақ поэзиясы патриотизм. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді, таласқа түссе жан мен ту. Жан емес маған керегі көк тудың желбірегені. Көк тудың желбірегені елдіктің асқақ өлеңі, жан жаққа тартпай қазағым, бір сөзге жинал дегені. Мәселен, тағы бір сөзім бар. Қарсы отырған 5 қазақтың біреуін жек көрсең, ұлтымды сүйем деп айтпа деген. Жек көрмей өмір сүру керек адамдарды. Алмас Ахметбектің жырлары көптеген жинаққа еніп, баспасөз беттерінде шыққан. Дауыс, шеріғу сияқты өлең кітаптары бар. Кездесу барысында бірнеше өлеңін тыңдадық. Ақынның айтуынша, осы уақытқа дейін 1000-нан аса өлең жазған. Соның 300-дейі қалың көпшілікке жол тартқан. Отбасы, туындылары жайлы айта келе, елдің дамуында университетіміздің цифрлық журналистика мамандығының маңызын атап өтті. Интернет құралдарының өзінің мүмкіндіктерін пайдалану керек. Сендер айтишіңсіңдер ғой, сендерге ол мүмкіндік күшті. Мәселен, бүгін менімен кездесуді әртүрлі қырынан насихаттауларға мүмкіндіктерің бар. Патриотизмді, өлеңді, қазақ тілін, оның соншама көркем бейнелеу қабілетін, мүмкіндігін насихаттауға болады. Журналист Нұртілеу Нұртай айтқандай, Алмас өлеңдерінің бір ерекшелігі қарапайым халық тілі арқылы әсері мол көркем оймен қиысатыны. Талай қандастың жүрегін лүпілдетіп, елге оралуына себеп болған ақын туындылары әлі де өз маңызын жоғалтқан жоқ. Мерекелік шараларда, түрлі жиындар мен жарыстарда міндетті түрде Көк тудың желбіреген әні шырқалады. Шараның да соңын Алмас Ахметбек осы әнімен аяқтады. Көк тудың желбірегені, бақыттың ертегені, қиырда қалған қазақты, өзінің мөлдірегені. Хатудың 80-нен аса мемлекетпен серіктестігі бар. Бұл университетте оқитын студенттердің осынша мемлекетке барып білім алуына болады деген сөз. Тек академиялық ұтқырлық бағдарламасын ұтымды пайдаланып, мүмкіндікті жіберіп алмасаңыз болғаны. Былтыр цифрлық журналистика мамандығының 3-ші курс студенті Аймара Құдайберген Польшаға барып келді. Аймарамен тілшіміз Ерден Асылзат тілдесіп қайтқан еді. Бүгінгі таңда шет мемлекетте тегін білім алуға болады дегенге сенесіз бе? Осындай мүмкіндікті пайдаланып жүрген халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің студенттер қатары артуда. Дәлірек айтқанда, Чехия, Польша, Оңтүстік Корея, Германия елдерінде ақысыз оқу қарастырылған. Академиялық ұтқырлық талаптарына сай, Хатудың 3-ші курс студенті Аймара Құдайберген Польша мемлекетінің Познань қаласында журналистика мамандығы бойынша білім алып келді. Польшадағы университетте оқып келгеннен кейін
қазақстандық университеттердің арасындағы көптеген айырмашылықтарды, кемшіліктерді байқайды екенсің. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, Польшадағы университеттердің білім беру бағдарламалары біздікіне қарағанда басқаша, мүлдем басқаша. Және біздің хатуда, мысалы, расписание жағынан өте ыңғайлы, ал Польшадағы универлер бұл жағынан кішкене төмен деңгейде, өйткені сабақтардың барлығы кешкі 6-дан түнгі 10-ға дейін сабақ оқу, әрине бұл кішкене қиындық туғызды. Алдыңғы жылы IT университетінен 35 студент шетелде білім алып келді. Соның ішінде ақпараттық технология мамандығымен 1 студент Оңтүстік Кореяда, ақпараттық қауіпсіздік бойынша 16 студент Германияда, 9 студент Малайзияда, 5 студент Ресейде оқыды. Ал журналистика мамандығы бойынша 4 студент Польшада білімдерін жетілдірді. Студенттің академиялық ұтқырлығы оның бір немесе бірнеше семестрге басқа жоғарғы оқу орнына, яғни біздің университеттің серіктес университеттеріне барып білім алуы. Ол студенттерге қандай мүмкіншілік береді? Біріншіден, ол ғылыми тәжірибеліктен өту, екіншіден, студенттердің тілдік деңгейін арттыру, және үшіншіден, өз білімін практикалық жағдайда қолдану болып табылады. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, былтырғы жылға қарағанда қазір студенттердің академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қызығушылық танытулары артып келеді. Академиялық ұтқырлық бұл студенттерге арналған жақсы мүмкіндік. Осы бағдарлама бойынша Польшаның Адам Мицкевич университетінде білім алдым. Сол жақта оқу барысында өзімнің ағылшын тілі деңгейімді дамыттым. Көптеген шетелдегі адамдармен таныстым, яғни өзімнің ортамды кеңейттім. Және осы мүмкіндіктің барлығын беріп отырған Хату университетіне көптеген рахмет, және де барлық студенттерге осы бағдарламамен шетелге баруға тілектеспін. 2022 жылғы тамыз конференциясында Қазақстан білім сапасын көтеру үшін академиялық ұтқырлық бағдарламасы алдағы уақытта күшейтілетіні хабарланды. Бұл нұсқаулықты жоғары ғылым және білім министрі Саясат Нұрбек мәлімдеді. Асылзат Ерден, Үстен Астанақұл, Нұрсұлтан Құрмаш, арнайы IT жаңалықтар үшін. Осы жыл ұбт тапсырған түлектерге Қазақстан халқы қорынан 2350 грант бөлді. Қайырымдылық бағдарламасына құжат тапсырып грантқа ие болған талапкерлердің ішінде Хату студенті Ұлдана Ембергенова да бар. Бұл грант кімдерге беріледі? Тілшіміз Айжан Дайрабаеваның сюжетіне назар салсақ. Ұлдана Ембергенова Қызылорда облысы Арал қаласынан тумасы. Отбасында 7 бала. Ұлттық бірыңғай тестілеуде шығармашылық бағытты таңдап мүмкін болған 125 балдың 115-не ие болған. Нәтижесінде мемлекеттік грантқа іліге алмады. Алайда бүгінгі таңда Хату университетінде тегін оқып жүр. Қазақстан халқына қоғамдық қорының білім беру гранты мен әлеуметтік желіден байқадым, және өзім бағымды сынап көргім келді. Бұл грант көбінесе шығармашылық емтихан балына және статусқа қарайды. Статус дегеніміз көпбалалы отбасы және отбасында мүгедектік бар. Бұл гранттан үлгерім 80-нен түспеу керек, 40 мың стипендия болады. Қазақстан халқына қоғамдық қоры грант иегерлерінің мынада есеп шотына 40 мың теңге ай сайын түсіп отырады, және оқу бітіргеннен кейін грантты өтеудің қажеті жоқ. Қордың алғашқы нәтижесі бойынша 2350 түлек студент атанды. С февраля, как фонд появился, обратилось очень большое количество граждан Казахстана, именно из многодетных, малообеспеченных. Дети-сироты оставили нам заявки на сайте с просьбой помочь им с обучением, именно с обучением в высших учебных заведениях. Также студенты, очень много обращений студентов было, поэтому было принято решение запустить эту программу. В этом году она пилотно запускается, на следующий год будет, конечно, продолжение этой программы. Қазақстан халқына қоғамдық қорының арнайы грантын IT университетінің 4 талапкер алды. Оның ішінде біреуі журналистика, ал қалған 3 түлек IT мамандығының студенттері атанды. Айжан Дайрабаева, Жазира Бекболатова, IT жаңалықтар үшін. Енді студенттер кеңсе тауарлары, кітап пен тағамды университеттен шықпай-ақ адалдық дүкенінен сатып алады. Жобаның мақсаты мен міндеті қандай? Тілшіміз Дильназ Оралбекова тарқатсын. 2022 жылдың 14 қыркүйегінде Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің бірінші қабатында өз-өзіне қызмет көрсету жүйесіне негізделген адалдық дүкені ашылды. Мұнда оқытушылар мен студенттер өздеріне қажетті тауарларды алып, алынған тауардың ақшасын кассалық жәшікке қалдырады. Яғни кез келген студент осы дүкен сөрелерінен қалаған тауарды алып, осы QR-код арқылы сауда жасай алады.
Хату университетінің студенттеріне біз әрине сенеміз, сол себепті осы адалдық дүкенін ашып отырмыз. Университеттің әрбір қабырғаларында бейнебақылаулар әрине орналастырылған, және бұл қауіпсіздік үшін қажет дүние. Біздің ең бірінші мақсат әрине студенттерге әрбір жаңағы өніміміз қолжетімді болуын бақылап отырамыз. Кофе болсын, немесе канцтовары, кітап болсын, енді әрбір норманы сақтап, қолжетімді жасауға тырысып жатырмыз. Жобаның мақсаты жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы жоғарғы сана мен мәдениетті дамыту, сонымен қатар ішкі парасаттылықты, адалдықты тәрбиелеу және бір-бірімізге деген сенімді қалыптастыру. Осы жағдайға орай дүкеннен қаншалықты жиі студенттер тауар алады деген мақсатта шағын сауалнама жүргіздік. Ол жерге жиі барып тұрамын. Университет қабырғасынан шықпай-ақ ол жерлерге өзіме қажетті кітаптарды, тауарларды сол жерден аламын. Біз универде адалдық дүкені бар екенін білмедік, қазір ғана білдік, бірақ болашақта біз сатып аламыз. Өте қызық проект. Жалпы адалдық дүкенін білемін, жақында өзім көрген болатынмын. Мысалы алдында сабақ уақытында ручкам жазбай қалып, сол адалдық дүкенінен алған болатынмын. Енді бағасы кішкене қымбатырақ, бірақ бір жақсы универдің қабырғасынан шықпай-ақ сатып алсаға болады. Бүгінгі таңда елімізде 50-ге жуық адалдық дүкені жұмыс істейді. Мұндай дүкен тек жоғарғы оқу орындарында ғана емес, мектептерде де ашылған. Integrity Shop мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жобасы. Айта кету керек, алдағы уақытта адалдық дүкені өз жұмысын жалғастырады. Сіздермен болған мен Дилназар Албекова, Айжан Шабакова, арнайы IT News үшін. Хатуда студенттік өмірге белсене қатысуға көмектесетін түрлі ұйым жұмыс істейді. Мерекелік шаралар мен жәрмеңке, кештер өткізу арқылы жан-жақты дамуға, орта табуға мүмкіндік бар. Mountain Kings ұйымының мүшелері де университет жұмысына белсене араласады. Студенттерге арнап бұл ұйым кинокеш өткізген еді. Тілшіміз Аружан Апсаттар кинокештің қонағы болып қайтты. Бірінші аралық бақылаудың басталуына орай Mountain Kings ұйымы 14 қыркүйекте кинокеш өткізді. Студенттер түрлі ойын, викториналарға қатысып қана қоймай, өзіне жаңа орта да тапты. Командалық ойыннан соң ұйымның бағытына сай Эверест фильмі көрсетілді. Келушілер әрқилы сұраққа жауап беріп, белсенділік танытты. Негізі мотивацияға толы фильм деп айта аламын. Және де мен керемет әсерден енді ғана шығып келе жатырмын. Және де Mountain Kings тобына өте үлкен алғысымды білдіргім келеді. Mountain Kings ұйымы Хатуда рекреативті шаралармен, тәуекелділігімен танымал. Командаға мүше болған студенттер тауға шығып, көрікті жерлермен танысып, биік асуларды бағындырады. Өздеріңіз білетіндей, біз айтишниктарымыз тек қана партаның үстінде за компьютерім отырамыз, шамалы физически активностьтар болу үшін осы Mountain Kings'ті құрадық. Студенттік өмірді қызықты әрі көңілді өткізу үшін университетімізде 20-дан аса ұйым жұмыс істейді. Бұған дейін СГА клубы, Қайыңды тимбилдинг, Хатудың пиар бөлімі кинокеш өткізген еді. Көңілді шаралар мен кештер легі бұдан әрі жалғаспақ. Аружан Апсаттар, Сабина Сабитова, IT жаңалықтары. Әр оқу жылы Сенім қайырымдылық клубы жәрмеңке өткізеді. Қолжетімді бағаға түрлі тамақ, сусын сатып, одан түскен ақшаны қарттар, балалар үйіне жібереді. Сіз де қайырымдылық қорына үлесіңізді қоса аласыз. Тілшіміз Айжан Дайрабаеваның Сенімнің кезекті жәрмеңкесі туралы сюжетін көріңіздер. Бұл үміт командасының ұйымдастырып жатқан қайырымдылық шарасы. Шараға 30-ға жуық студент қатысуда. Сіз де қайырымдылыққа өз үлесіңізді қоса аласыз. Шара таңғы 9-да басталып, кешке дейін жалғасын таппақ. Қайырымдылық шарасына біз бір оқу жылында 2 ретте ұйымдастырамыз. Келесісі көктемде болатын шығар деп ойдамыз. Біз көмекке зәру адамдарға көмектесеміз. Мысалы, балалар үйіне барып көмектесеміз, қарттар үйіне барып, оларға моральный поддержка, кейбір материальный жақтан көмек керек болса, сол бойынша көмектесеміз. Үміт ұйымы бүгінге дейін 100-ден адамға көмек қолын созған. Жәрмеңкеде десерттің 4 түрі, оның ішінде торт, пирог сияқты тәттілер мен сусындар қолжетімді бағада сатылуда. Мәселен, бір тілім пирогтың бағасы 150, ал тәтті сусын ішкіңіз келсе 350 теңгеге сатып ала аласыз. Мен мына жерде жәрмеңке болып жатқан білген жоқпын. Келіп қарасам, осы қайырымдылыққа арналған бір жәрмеңке екен.
Одан кейін мен де осы өзімді үлесімді қосқым келді. Және де андай бағалары қымбат емес, өте қолжетімді. Сіздердің де үлестеріңізді қосқандарыңыз күшті болады. Команда мүшелері шарадан түскен қаражат мұқтаж жандарға түрлі сыйлық пен ақшалай көмек ретінде жұмсалатынын айтады. Айжан Дерабаева, Жазира Бекболатова, IT жаңалықтар үшін. Құрметті көрермен, бүгінгі жаңалықтар легі осындай. Сіздермен болған Үсен Астанақұл және Ақбота Қазбек. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.